Қайырлы күн, құрметті көрермен, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте жұмсақ әрі ерекше дәмді печенье жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Қонақ шақырсаңыз да өте қолжетімді заттардан әрі өте тез дайын болатын печеньелардың бірі болып табылады. Ол үшін ең алдымен құрғақ ыдысымызға міндетті түрде бөлме температурасындағы сары майымызды салып, осылай венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Одан соң майдың үстінен 1 шай қасық ванилин, қалауыңыз бойынша, және де сахарный пудрамызды салып, барлығы біріккенше жақсылап араластырамыз. Біздің майымыз бен жаңағы сахарный пудра бірігіп әппақ болып шығады, және де ешқандай түйір қалмай жақсы бірігетін болады. Егер де барлық қоспаларыңызды бөлме температурасында қолданатын болсаңыздар, барлығы бірігіп ешқандай да түйір қалмай жақсы араласатын болады. Осылай біркелкі қалыпқа араластырып алдық. Содан соң жылы сүтімізді және де бір жұмыртқамызды салып, тағы да жақсылап араластырып қоямыз. Жұмыртқаны да алдын ала 1 сағат бұрын холодильниктен шығарып қойған жақсы болады. Құрметті көрермен, менің видеоларым ұнап жатса әрі пайдалы болса, каналыма қолдау білдіріп, тегін лайктарыңызды аямай басып, пікіріңізді жазып, тіркеліп отыруды ұмытпаңыз. Келесі кезекте құрғақ қоспаларымызды араластырамыз. Міндетті түрде електен өткізілген ұнды, содан соң какаоны және де 1 шай қасық жаңағы разрыхлителімізді салып, жақсылап барлығын араластырып аламыз. Және де жаңағы сұйық массамыздың үстінен осы құрғақ массамызды құйып, миксердің қолданбаймыз қыздар, миксердің көмегімен емес, осылай венчиктің көмегімен жақсылап біркелкі қалыпқа енгенше араластырамыз. Біздің массамыз қоюлау болып шығады. Неке қыздар, біздің массамыз осылайша қоюлау болып шығады. Ендік кезекте жаңағы бір реттік қолданатын пакетигімізға салып аламыз. Егерде бұндай кондитерский пакет жоқ болса, кәдімгі ручкасы жоқ кішкентай пакетке құйып та жасай берсеңіздер болады. Осылайша салып аламыз және де басын кесіп жеріп, пергамент қағазына орналастырып шығамыз. Формасын қалауыңызша үлкен немесе кішірек етіп жасай берсеңіздер де болады. Қыздар, егерде көбірек жасаймын десеңіздер, осы массаны 2 немесе 3 есеге дейін көбейтіп жасасаңыздар болады. Барлығын осылай пергамент қағазымызға орналастырып алдық. Қыздар, негізінде 2 табаға бөліп қойып салсаңыздар да болады, өйткені арасын кішкене алшақтау етпесеңіздер, үлкенірек істейтін болсаңыздар, бір-біріне тиіп қалатын болады. Осылай құйып алғаннан соң қолымызды сулап, саусағымызды сулап, осылайша үстерін кішкенеден бастырып шығамыз. Мен қолымда перчатка болғандықтан кішкене осылай біркелкі болмай тұр. Сіз саусағыңызбен істеген кезде өте әдемі болып, беті бір тегіс болатын болады. Осылайша дайын болған печеньеларымызды алдын ала қызып тұрған пеште 170-180 градуста 5-10 минут қана пісіріп аламыз. Әзірге кремін дайындап аламыз, қыздар. Бізге холодильниктен шыққан салқын сливки мен жаңағы сахарный пудраны салып, жақсылап қою масса болғанша араластыратын боламыз. Сливкиміз міндетті түрде салқын болуы қажет. Егерде сливкиді сіз жасаймын десеңіз, құр вареный сгущенканың, қоюлау вареный сгущенканы қолдансаңыз да болады, немесе қоюлау варенье, джем қолдансаңыз да болады. Барлығы өз қалауыңызбен. Неке қыздар, біз кремімізді осылайша дайындап алдық. Біздің печеньеларымызда пісіп дайын тұр. Салқындатып аламыз печеньеларды, осылай өте жұмсақ болып шығады. Печеньенің піскенін шпажканың көмегімен тексерсеңіздер болады. Осылайша салқындатып алған печеньеміздің арасына кремін жағып, екеуін осылай біріктіріп қойсаңыздар өте керемет болып тұрады. Арасына джем салсаңыз да өте әдемі болып шығады қыздар. Барлығы өз қалауларыңызбен. Осылайша барлық печеньеларды біріктіріп шығамыз. Қыздар, біріктіріп жатқан кезде печеньелар кішкене жылжып кетуі мүмкін. Жаңағы крем мен печенье бір-біріне сіңіп, жаңағыдай холодильникке салып қойған кезінде жаңағыдай формасын жақсы ұстайтын болады. Сол үшін еш уайымдамаңыздар. Холодильникке салып алсаңыздар да өте керемет болып, кремі сіңіп тұратын болады. Осылайша барлық печеньеларымызды жасап алдық. Міне қыздар, қалауыңызша сәндеп қойсаңыздар болады. Мен осылайша шоколадты ерітіп құйып шықтым. Егерде қаласаңыз,
жаңағыдай сгущенканы жағып қойсаңыз да болады, немесе осылай шоколадты жағып бетіне майдалап орех сеуіп қойсаңыз да болады. Барлығы өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Қыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтыны сөзсіз. Өте керемет, дәмді әрі жұп-жұмсақ болып шығады. Магазиндегі печеньеден әлде қайда дәмді болып шығады. Жұмсақтығына енді сөз жоқ. Қонақ келгенде жасайтын болсаңыз да, қонақ столыңызға да өте керемет сән беріп тұрады. Қыздар, өте аз уақытта және де аз ғана заттардан, қарапайым қолжетімді заттардан жасалынады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Сіздерге әрі балаларыңызға да, қонақтарыңызға да ұнайтыны сөзсіз. Видеоларым ұнап жатса лайк басып, пікір қалдырып, каналымның дамуына үлесіңізді қосып, тіркеліп отыруды ұмытпаңыз. Баршаңызға рахмет.